Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қауіпсіздік комитеті өзінің ресми сайтында Мәсімов ісі бойынша тергеудің кейбір нәтижелері туралы деген қызықты тақырыппен көптеген фотосуреттері бар қысқаша баспасөз хабарламасын жариялады. Біздің ойымызша, бұл мемлекеттік департаменттің қазақстандықтар мен шетелдік бақылаушыларды адастыруға бағытталған жақсы әрекеті. Неліктен біз бұл пресс-релизді байыппен қабылдамадық? Осы видеоға лайк қойып, өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Ал енді бастайық. Онда Кәрім Мәсімов пен оның сыбайластарына тағылған негізгі айыптар туралы ешқандай мәлімет жоқ. Яғни мемлекетке опасыздық жасау және елдегі мемлекеттік билікті басып алуға әрекет жасау. Бұл факт өз алдына өте айқын, өйткені бұл тергеушілердің бұл мәселеде ешқандай табысқа жете алмағанын анық көрсетеді. Қазақстан Республикасы ОК-ның экс-төрағасына және оның туыстарына тиесілі тінту кезінде табылған ақша, құндылықтар, автокөліктер, жылжымайтын мүлік объектілеріне келетін болсақ, олардың сипаттамасы, тізімі және фотосуреттері әрине таң қалдырады. Бірақ тек тақырыпта жоқтар. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 7 жыл бұрын Республика порталы Кәрім Мәсімов пен оның отбасының қалай бай өмір сүріп жатқаны, қандай қымбат сатып алулар мен саяхаттар жасайтыны, бос уақытында нені жақсы көретіні және қандай қызметтер алатыны туралы материалдардың тұтас топтамасын жариялаған болатын. Бірақ кейін бұл жарияланымдарды Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті де, Кәрім Мәсімов бұл департаментті әлі басқармаса да, Ақордада Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы да байқамай қалды. Демек, қазақ билігінің қазіргі көрегендігі біздің көз алдымызда парасаттылықты ашық келекелеу сияқты көрінеді. Оның үстіне, біз Қазақстанда тұтқындалған барлық ақша, құндылықтар мен жылжымайтын мүлік Мәсімов мырзаның құны жағынан жалпы байлығының 1-2%-нан асуы екіталай деп айтуға рұқсат етеміз. Ал Ақордада мұны жақсы біледі. Кітапхана жай ғана емес, егжей-тегжейлі біледі. Өйткені Нұрсұлтан Назарбаев өзінің миллиардтаған ақшасының бір бөлігін ақш долларымен сеніп тапсырғандардың бірі Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы болды. Сәттілік. Бірақ пресс-релизде біздің назарымызда аударған нәрсе жоғарыда аталған жоқ. Бірақ осы абзац, біз оны төменде келтіреміз. Атап айтқанда, Мәсімовтің ОК төрағасы лауазымында жабық келісім шарттардың бірі бойынша шет мемлекеттің өкілдерінен 2 миллион ақш доллары көлемінде пара алғаны бойынша тергеу жүріп жатыр. Бұл қаражаттың Гонконгтан Қазақстанның ұлттық банкіне қайтарылуы қамтамасыз етілді. Ақордадағы біздің инсайдерлердің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Кәрім Мәсімов 2 миллион ақш доллары көлемінде пара алып, бұл ақшаны комитет мүшелерінің күшімен елге қайтарды деген мәлімдемесі жалған ақпарат болып табылады. Біз бұл тақырыпты бұрын қозғамағандықтан, бұл туралы толығырақ айтатын боламыз. Бірақ біз бірден ескертеміз, біздің дереккөздердің ақпараты құжатталмағандықтан біз оны шындық деп айта алмаймыз. Дегенмен бұрын бұл дереккөздер бізді ренжітпеді. Сонымен қатар бұл ақпараттың қоғамдық маңызы зор. Сондықтан тиісті бөлімдерден түсініктеме алу үмітімен жария етуді азаматтық парызымыз деп санаймыз. Сонымен, инсайдерлердің айтуынша Кәрім Мәсімов, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өте маңызды, бірақ өте құпия тапсырманы ресейлік әскери өнеркәсіпке жасырын көмек көрсетуді сеніп тапсырған. Болжам, өте сенімді адам болды. Кешен. Бұл көмек қазақстандық құрылымдар мен оларға тәуелді офшорлық компаниялар арқылы үшінші әлем елдеріне ресейлік және кеңестік өндірістегі қару-жарақ, оқ-дәрілер мен әскери техниканы болжам жеткізуді жүзеге асыруынан тұрды. Бұл әдетте тиісті елдерге шектеулер, эмбарголар енгізілгенде немесе басқа геосаяси ойыншылар үшін тым сезімтал болған кезде орын алды. Ресей тарапынан Рособоронэкспорт концерні осы схеманың қатысушысы болды. Схеманың қазақстандық бөлігін Кәрім Мәсімов басқарды, ал ол ОК-ын басқарғанға дейін көп уақыт бұрын. Біздің дереккөздерге сүйенсек, Мәсімовтің біз бірнеше рет айтқан Қуат Таныспай есімді сенімді адамы операцияларға тікелей араласқан дейді дереккөздер. Қару-жарақ, оқ-дәрілер мен әскери техниканы жеткізу үшін міндетті болып табылатын соңғы пайдаланушы сертификаттарын қоса алғанда қажетті құжаттарды дайындауға, әсіресе қазақстандық делдалдар тартылды. Демек, Кәрім Мәсімовтің шетелдік ұйым өкілдерінен алған 2 миллион доллары пара емес, қызмет ақысы болып шықты. Бізге нақты не жеткізілгені айтылмаған. Біздің болжамымызша, дереккөздер олардың қауіпсіздігі үшін қорқады. Бірақ олардың мәліметі бойынша 2 миллион доллар Қазақстанға арнайы қызметтің күш-жігерінің арқасында емес, ақпараттың арқасында қайтарылған. Бұл нақты транзакция туралы ақш барлау агенттіктері қолжетімді болды.
Гонконгтық банктердің біріндегі есеп шотына осы 2 миллион долларды алған адамдардың Қазақстанға қайтаруды жөн санағанның басты себебі де осының жасырын болуы болды. Әйтпесе әңгіме шығуы мүмкін еді. Ал Ресей мен ұжымдық батыс арасындағы геосаяси текетірестің, оның ішінде Украина аумағындағы қарулы текетірестің қазіргі кезде шиеленісуін ескере отырып, ағып кету Қазақстан үшін өте ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Қыр ұлттық банкіне ақшаны қайтару туралы шешімді кім арнайы қабылдағанын білмейміз. Айгүл Нұриеваның өзі немесе Кәрім Мәсімовтің өзі тергеу изоляторының тергеушілерінің өтініші бойынша телефон соқты ма? Бірақ қалай болғанда да бұл істен еш артықшылық көріп отырған жоқ. Олар мұндай жағдайларда өздерін басқа біреудің есебінен жарнамалауды ұйғарды. Сонымен бірге өз азаматтарының алдында өздерінің беделін көтерді. Кәрім Мәсімовтің ісі бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хабарламасы келесі сөздермен аяқталады. Дәйек сөз келтіреміз. Сонымен бірге Мәсімов пен оның айналасындағылардың шетелдік банктердегі шоттарына заңсыз алып кеткен бұдан да көп қаражатты іздеу, тұтқындау және Қазақстанға қайтару жұмыстары ұйымдастырылды. Барлық осы фактілер бойынша белсенді тергеу және жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Бағалау бойынша жоғарыда аталғандар Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілері Кәрім Мәсімовке моральдық-психологиялық қысым көрсетуді жалғастыруда дегенді білдіреді. Ал Нұрсұлтан Назарбаев пен оның арасындағы делдалдар арнайы қызметтің экс-төрағасы мен оның сенімді өкілдерін өз байлығының көп бөлігін ұлт көшбасшысының қарамағында беруге көндіруді жалғастыруда. Немесе соңғы шара ретінде Қасым-Жомарт Тоқаевқа жақын адамдардың қарамағында, бірақ бұл мүмкін емес. Мәсімов талаптарды орындаса, оның ұзақ өмір сүрмейтініне әлі де сенімдіміз. Ол өз қылмысына өкініп, өз-өзіне қол жұмсайтыны сөзсіз. Өйткені бұл басқарманың басқа жоғары лауазымды бұрынғы қызметкерлері бұған дейін бір емес, бірнеше рет жасаған. Оны не камерада тұратын адам өлтіреді, не кенеттен инфаркт болады, не коронавирустың өршуі. Қаңтарда кота ашылған Ерлан 3 жыл ішкі істер министрі болған. Одан кейін президенттің кеңесшісі қызметін атқарған Ерлан Тұрғымбаев қаңтар оқиғасына қатысты тергеуге шақырылған. Бұрынғы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтан бас прокуратураның ведомствоаралық тергеу жедел тобы тергеп жатқан қылмыстық іс бойынша жауап алды делінген прокуратура ресми хабарламасында. Ведомство тергеу мүддесіне сай басқа ақпарат жариялауға жатпайтыны хабарланған. Ал достар, Тұрғымбаев тағы қандай құпия айтады екен? Шапырашты кланы жойылатын болды. Ақпан айынан бері президенттің кеңесшісі болған Ерлан Тұрғымбаев 17 тамызда қызметінен кеткен болатын. Оған дейін 3 жыл ішкі істер министрлігін басқарған. Бұған дейін қаңтар қырғыны кезінде қаза тапқандардың барлығының аты жөні жарияланды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл кадрлық шешімі туралы Ақорда сайтындағы ресми хабарлама ұятқа қалдырарлықтай қысқа. Мемлекет басшысының жарлығымен Тұрғымбаев Ерлан Заманбекұлы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі қызметінен босатылды. Болды. Яғни, Тұрғымбаев отставкаға кету туралы арыз берді ме? Әлде Қазақстан Республикасының президенті оны өз бастамасымен қызметінен босатқан ба? Дәл осылай босатқан ба? Әлде алдын ала ризашылығын білдірді ме? Әлде керісінше зейнеткерді әкелуді тапсырды ма? Түсініксіз. Әділдікке. Біздіңше бұл бюрократиялық қателік немесе жалқаулық емес, Ақорданың саяси сақтығы. Шамасы Қасым-Жомарт Тоқаев пен оның командасы ақыры жұртшылықтың талаптарын орындауға мәжбүр болды. Бірақ бәрі қағаз жүзінде екі жақтың да наразылығын тудырмайтындай етіп реттелді. Бұрынғы ішкі істер министрін талап еткендер сияқты. Қаңтардағы қайғылы қасірет пен қылмыстық іс-әрекеттер үшін қол астындағы қызметкерлерінің бастыққа асқар тау болған. Ел тыныштығы мен тыныштығын кеудесімен қорғаған Қазақстан Республикасы жауапқа тартылсын. Бірақ сонымен бірге Ақорда саяси ишарат жасады. Одан бүгін оған кімнің мүддесі Тұрғымбаевтың отставкаға кетуін талап еткендер ме? Әлде оны қорғағандар маңыздырақ екені анық аңғарылады. Әңгіме ол бірден Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңесшісі болып тағайындалды. Бірақ сонымен бірге қазіргі қазақ билігі елдегі наразылық көңіл-күйі қайтадан күшейіп, көшеге шығуы мүмкін екеніне шындап дайындалып жатқанын анық түсіну керек. Ал бұл оқыту кем дегенде екі бағытта жүргізіледі. Бұл бағыттардың біріншісі билік блогын нығайту және реформалау. Оған ерекше назар аударылғанын Қазақстан Республикасы президентінің өткен аптада қабылдаған басқа да кадрлық шешімдері, атап айтқанда, Әсет Исекешевті Қазақстан Республикасы қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босату және Ғизат Нұрдәулетовті тағайындау дәлелдейді. Оның орнына осы лауазымға
Исекешевтің мемлекет басшысының көмекшісі болып қалуы 2022 жылғы қаңтар трагедиясының салдарынан оған жеке шағымның жоқтығын немесе оны бермеу туралы шешім қабылдағанын көрсетеді. Бірақ соған қарамастан Қасым-Жомарт Тоқаев және оның командасы бірінші кезекте мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесін республиканың ішкі саяси қауіпсіздігі мәселелерімен айналысатын бас құрылым ретінде, Нұрдәулетовті комитет мүшесі ретінде және кәсіби қауіпсіздік қызметкері. Оның және оның ізашары арасындағы түбегейлі айырмашылықты түсіну үшін олардың өмірбаяндарын салыстыру жеткілікті, сонда бәрі бірден түсінікті болады. Қазақстандықтардың жалғасып жатқан наразылығына тек ауызша уәделермен, принципсіз шешімдермен ғана емес, күшпен де жауап беруге Ақорда өзін қашан дайын сезінетінін айту қиын. Шамасы, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің арнайы операциялық жасақтары жасақталып, даярланып, пайдалануға дайын болғаннан кейін, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ұлттық ұланның тиісті бөлімшелері қалпына келтіріліп, қайта даярланады. Ұлттық Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік комитеті қайта форматталып, оның қызметі, яғни арнайы жасақ бөлімшелері күшейтілді. Бірақ бұл ертең болмайды. Екінші бағытқа келер болсақ, наразылық танытатын қазақстандықтар мен теріс көзқарастағы шетелдік қоғамдық пікірді ішінара жеңілдіктер арқылы басу. Онда біздің инсайдерлердің пікірінше, әбден экзотикалық, біздіңше қазір құтқарушыларды құрбандыққа шалу арқылы нұсқалар қарастырылуда. Солардың бірі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Ерлан Қариннің қоршауында Қазақстан тарихына Жаңаөзен қасапшысы деген атышулы лақап атпен мәңгілікке енген Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов. Нығматулиннің мафиясы. Қазақстандағы көп мәселенің бірі жоғары лауазымды шенеуніктердің өкілеттігін асыра пайдалануы. Себебі дағдарыс жағдайында азық-түлік базасының күрт тарылуы, ал ішкі саяси тұрақсыздық тығырыққа тірелгендерді, олар әлі де болса олардан әлі шығарылмай тұрып жеуге тырысады. Хабарламалар. Еліміздің өңірлерінен алынған мәліметтерге сүйенсек, қазір көп жерлерде Атырау облысында Берге Рысқалиевтің білігі кезінде болған процестерге қатты ұқсайтын процестер жүріп жатыр. Соңғысына қатысты сот үкімі заңды күшіне енгендіктен, оның руын ұйымдасқан қылмыстық топ, ал өзін ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі деп атауға болады. Демек, қазір Қазақстанда облыс және төменгі әкімдер басқаратын жаңа ұйымдасқан қылмыстық топтар құрыла бастады. Болып жатқан жағдайдың экономикалық мәні мынада: жергілікті кәсіпкерлерге заңсыз экономикалық емес қысым көрсету ғана шенеуніктердің тез және байыппен ақша табуға мүмкіндік береді. Инвестициялық, даму және басқа да жобалардан комиссия жинаудың ұзақ схемалары қазір тиімсіз, бизнеске байланысты тиімсіз. Сондай аймақтардың бірі Қарағанды облысы. Ондағы болып жатқан оқиғалардың өзге өңірлерден ерекшелігі, ондағы рейдерлік әрекеттің басты пайдасы. Қыр парламенті мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин. Қазақстан Республикасының бұрынғы премьер-министрі Серік Ахметов қамауға алынып, сотталғаннан кейін оның аймақта мықты қарсыластары болмады. Өңірлік элитадағы ішкі тепе-теңдік жасанды түрде бұзылғандықтан, бүгінде Нұрлан Нығматулин мен оның егіз інісі барлығына дерлік шамасы жетеді. Ендеше, жақын арада Қазақстан парламентінің төменгі палатасының басшысын сол Берге Рысқалиевпен салыстырады деп сеніммен айта аламыз. Дегенмен, жергілікті бизнес мәселесі Ақорданың мәселесіне айналары сөзсіз. Өйткені Қарағанды облысы елордаға жақын орналасқан кең байтақ қана емес, ішкі саяси құрылымы жағынан да күрделі. Демек, Нұрлан Нығматулиннің жігіттері қазір ақша алып, көбіне бизнестің өзі алып жатқан кәсіпкерлер өз қылмыскерінің жауларынан құтылудың жолын іздей бастайды. Оның үстіне мәжіліс басшысының өз жаулары жетерлік, кейбірінің билігі де көп. 1-2 жылдың ішінде Нұрлан Нығматулин мен оның егіз інісіне рейдерлік, яғни бөтеннің кәсібі мен мүлкін тартып алып, кәсіпкерлерден заңсыз салық жинады деген ашық айып тағылатынын болжауға болады. Десек те, Қазақмыс корпорациясының Балқаш мыс зауытынан мыс ұрлауды ұйымдастырып, оны Қытайға контрабандалық жолмен жеткізген деген айып тағы да түйінді болып шығуы мүмкін. Мәселе мынада, бұл оқиға оқшау емес. Біраз уақыттан кейін жағдай басқа аймақтарда да қайталануы мүмкін. Онда жаңа әкімдерді тағайындау және сол арқылы ағымдағы кадрлық мәселелерді шешу арқылы президент байқаусызда оның жаңа тағайындалған адамдары жергілікті экономиканы игеретін жағдайды жасап, ақша ағындарын қайта бағыттауға тырысады. Өз халқының қолына. Өскеменнің ақшасын шашқан әкім. Желіде Өскемен қаласының әкімін қолдауға шақыратын аудиожазба қызу талқыға түсті. Жазба әлеуметтік желіде жарияланды. Өскемен қаласының әкімі Жақсылық Омарды мадақтайтын және оқырмандарын үйлестіретін парақша ашылды делінген жазба сипаттамасында. Әріптестер, осы парақшаға назар аударыңыз.
Мұнда жақсылық Мұқашұлын қолдау үшін паблик ашылды. Мен оны қолдағым келеді. Әкімнің қабылдауында болдым. Осы учаскені сұрадым. Олар менімен сөйлесті. Әкімдік пен әкімге рахмет дейді ер адамның дауысы. Ер адам әріптестерінен осы мәселелерді пысықтап, нәтижелерін чатқа жіберуді сұрайды. Бұдан әрі кешкі Арбат, Самал саябағы, 19 шағын аудандағы саябақтар, яғни қала әкімінің басшылығы кезінде салынған нысандарға қатысты ұсыныстар айтылады. Бұл Өскемен қаласы әкімдігінің аумақтық басқарма орталығының басшысы Рустам Шайырғазин дауысы екені белгілі болды. Қала әкімін қолдау үшін парақша пайда болған кезде мен таңғалғанымды мойындаймын. Өзім ұйымдастырушыларға хабарласып, біздің аумақтық басқару орталығының жұмысын көрсетуді ұсындым. Мен халықпен тығыз байланыста жұмыс істеймін. Аулаларымызда, үйлерімізде қанша жұмыс жүргізіліп жатқанын көремін, бірақ көбі мұны білмейді. Ұсынысым қабылданды. Кейін өз қызметкерлеріме өз жұмыстарын көрсетуді тапсырдым, деді Рустам Шайырғазин. Оның айтуынша, бұл қала әкімінің имиджін көтеруге, сондай-ақ әкімді және оның жұмысын мадақтауға бағытталмаған. Көп қызметкеріміздің жасы үлкен, олар әлеуметтік желіні видеоға түсіруді пайдалануды онша білмейді. Мен оларға мұны қалай пайдалану керегін айттым. Біздің басты мақсатымыз қалалықтарды қала өміріне, атап айтқанда, өздерінің шағын аудандары мен аулаларын өмірге тарту. Тұрғындарды қоғамдық жұмыстарға тарту. Адамдар бастамаларымызға үн қоса бастады дегім келеді. Мысалы, сенбілікке ешқашан шықпаған жерде тұрғындар сенбілікке шықты, деді Шайырғазин.